Алматы облысы Қарасай ауданында берекесі ұйыған Үшқоңырдың етегінде Шалқар дейтін біздің ауыл бар. Сол ауылда бәріміз оқыдық, білім алдық, өсіп, өндік. Мына көп жерде жойылып кеткен Ақсақалдар институты, одан кейін ауылдағы қыз келіншек, келіндер үнемі тәлім тәрбие беріп отыратын әжелер институты осы ауылда әлі күнге дейін сақталып қалды. Оны сақтап отырған, ұйымдастырған біздің Қара Шаңырақ, әрине біздің орта мектебіміз, сол жердегі ардагер ұстаздар. Көрсеңіздер таңғаласыздар, кішігірім ғана ауыл біздің Шалқар. Бірақ әлемдегі Гуглда жұмыс істейтін қазақтың бір азаматы бар. Президент іс басқармасында қазақтың мықты онколог дәрігері, мәжілісте отырған мен, бәріміз сол кішігірім мектептен шықтық. Оның барлығы сол бізге білім берген, тәрбие берген ұстаздардың арқасы ғой деп ойлаймын. Осы әдебиетке бізді баулыған, журналистика саласында көп жылдар қызмет еттік. Мінберден елдің сөзін сөйлеп жатсам күнделікті, ол да сол бізге тәлім берген, әрқайсымыздың жүрегімізге орын таба алған осы ұстаздарға біз қашанда қарыздармыз. Өйткені әрбір баланың іргетасы сол мектепте қаланады. Мектепте оқымаған бала ол институтқа барып данышпан болып кетеді дегенге мен өз басым сенбеймін. Сондықтан тағы бір жақсы жаңалық, келесі жылдан бастап Шалқардағы жақсы оқитын 10-11 сыныптағы 20 балаға жыл сайын өзіміздің атымыздан 200 мың теңге стипендия берейік деп отырмыз. Бұл да біздің түлектер үшін жақсы бір мотивация деп есептейміз. Сондықтан біздің Қара Шаңырақ, біздің аяулы мектебіміз осы үздік ауыл мектебі болуға әбден лайық қой деп есептеймін.